Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Менің каналыма жазылып, тіркеліп лайктарыңызды басып өтіңіздер. Бүгін сіздермен үй жағдайында палау дайындаймыз. Және қажетті заттарымызды видеода көріп тұрғандарыңыздай, пияз және де екі түрлі бізде сәбіз. Біреуі сары сәбіз, біреуі қызыл сәбіз. Яғни өздеріңіздің қажеттіліктеріңізге қарай сәбізді әр түрлі көлемде турауларыңызға болады. Алдын ала етімді турап мен морозильникке салып қоямын, сол етімді шығарып қойдым. Және де көріп тұрғандарыңыздай сары сәбізді де, қызыл сәбізді де бір көлемде осылай етіп турадым. Жаңа айтып өткенімдей, өздеріңіздің қажеттіліктеріңізге қарай әр түрлі көлемде турауларыңызға болады сәбізді. Сәбізімізді турап жатқан кезде майымызды құйып, жақсылап қыздырып дайындап қоя береміз. Майымыз міндетті түрде жақсылап қызып тұру керек. Сонда етіміз жақсылап қуырылады. Мен бірінші палаудың дайындау әдісі бойынша өзімнің бірінші қызып тұрған майға бірінші кезде өзімнің туралған етімді саламын. Қызып тұрған май болу керек. Етімді саламын. Және етімді салып болғаннан кейін оны жақсылап қызартып қуырамыз. Келесі кезекте пиязды саламыз. Бұл пиязды да етпен араластырып жақсылап қуырамыз. Жақсылап қуырылып болғаннан кейін үстіне сары және қызыл сәбізімізді саламыз. Екеуі ет, сәбіз, пияз жақсылап қуырылып жатқан кезде алдын ала мен бір ыдысқа бір кесе күрішімді салып, жақсылап жуып, суға салып қоямын. Сәбізім қуырылып болғанша бұл суда тұра береді. Мен мұздай суға салып қоямын. Және де видеода көріп тұрғандарыңыздай қызыл сәбіз бен сары сәбізіміз жақсылап қуырылған сайын дәмдірек болады. Осылай жақсылап қуырдым. Және осы қуырылып болғаннан кейін үстіне суымды құйдым. Суым құйғаннан кейін қайнап болғаннан кейін, яғни суы тартылғаннан кейін, көріп тұрғандарыңыздай суы тартылғаннан кейін жаңағы судағы күрішімді саламын. Бұл жерде бір айта кететін жайт, мен палауға приправа ештеңке қоспаймын. Өздеріңіз қалауларыңызша қоссаңыздар болады. Бірақ мен бұл видеода қосқан жоқпын. Өздеріңіздің қалауларыңызға қарай әртүрлі приправа қоссаңыздар болады. Палауға арналған мен қосқан жоқпын. Енді келесі кезекте көріп тұрғандарыңыздай күріштерімізді жақсылап судың тартқызып қайнатамыз. Суы тартылғаннан кейін, видеода көріп тұрғандарыңыздай осылай шетінен жинап, қасықпен немесе белгілі бір вилкамен, өздеріңізге қай нәрсе ыңғайлы, сонымен палауды осылай орталарын ашып шығамыз. Бірақ бұл суы тартылып болғаннан соң. Енді біздің палауымыз дайын болды. Видеода көріп тұрғандарыңыздай өте әдемі шыққан.
өте дәмді, өте әдемі, берекелді палау дайын болды. Көріп тұрғандарыңыздай палауымыз өте дәмді, әдемі болып шықты. Және де менің каналыма жазылуды ұмытпаңыздар. Лайктарыңызды басып, пікірлеріңізді жазып өте беріңіздер. Ас болсын барлықтарыңызға.